біздің мына ауыл шаруашылығына менің қарным ашатын жері, Астанадан бір заңдылық шығады да, и соны бүкіл Қазақстанға распространение жасайды. А енді біз Ақтөбе облысының өзіне бір Германия сыйып кететін жердің, оның оңтүстігі бар, солтүстігі бар, оның жерін бір-бірімен салыстыруға келмейтін жерлер бар. Бірақ барлығында бір қағидат. Ал мал шаруашылығына мысалы бізде продкорпорация ешкім жоқ. Ешкім оны бір жерден ешкім сіздің малыңызды жинамайды, оны бір жерден ешкім оны сатпайды. Ол деген ауыл шаруашылығы барлық бүкіл дүние жүзі бойынша ол дотационный отрасль. Сондықтан үкімет тарапынан хотя бы бір организатор болса, не малды сатып алады, барлығынан осы продкорпорация мысалы по животноводству. Сосын ол не сатады, сіздерден фьючерский контракт, форвардный контракт жасайды, жаңағы продкорпорация сияқты, өсімдік шаруашылығына арналған шаруашылықтарға сияқты. Бірақ бізде ондай әлі жоқ.